Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкентай балапан әкесінің телефонын бассейнге лақтырып жібереді. Бұл видео бірнеше күндердің арасында мыңдаған, тіпті миллиондаған қаралымдар жинап кетті. Егер нақтырақ айтатын болсақ, 70 миллионнан астам қаралым мен 3 миллионнан астам лүпіл жинаған еді. Бұл видеода Айнұр Тұрсынбаеваның ұлы, келіні және немересі. Бала мен келінім осы уақытқа дейін қаншама рет команда жинап, образ дайындап, ойланып, видеолар түсіріп жинай алмаған 50 миллионнан астам қаралымды әлем немерем бір сәтте ғана жинап бере салды. Әлемге танылсын, әлемге пайдасы тисін деген ниетпен аты әлем қойылды. Сол ниет қабыл болды ма, кім білсін. Әлемнің бір ғана қылығы видеоға түсіп 50 миллионнан астам қаралым жинап, 2,5 миллионнан астам лүпіл жинады. Ол ешқандай сценарийсіз, арнайы образсыз, жай ғана айфонды бассейнге лақтырып жіберді. Мұны бүкіл әлем көріп, шетелдіктер тоқтаусыз пікір қалдыруда. Осы видеодан кейін әлемнің ата-анасына әлемдік ірі компаниялардан ұсыныстар өте көп түсе бастады. Бұл сәт Лувр музейінің тарихында қалып, әлем лақтырған телефон қабырғаға ілінді. Бүкіл әлем бұл тарихқа қарап жатыр. Тіпті Абу-Дабидегі Лувр музейі осы видеодан кейін туристердің қызығушылығын арттырды. Музей ұлымның отбасына музейге кіруге тегін абонемент берді. Осылайша әлем өз есіміне сай әлемнің есігін еркін ашып келеді. Жалпы өзім адамның есімі өміріне әсер етеді дегенге қатты сенетін жандардың бірімін. Немеремнің де атын жайдан жай әлем деп қойған жоқ едім. Міне, осы ниетім орындалды. Деп Айнұр Тұрсынбаева өзінің Instagram парақшасына бөліскен еді.